Үш қыз. Баяғыда біреудің үш қызы болыпты. Үшеуі де сақау екен. Бұған әкесі қатты намыстанып жүріпті. Бір күні қыздарын оны шақырып алып, былай деп тапсырады. Қыздарым, мен сендерге бір ақыл айтайын, естеріңде сақтаңдар, дейді. Айтыңыз, ешімізде шақтаймыз, деп қыздары. Олай болса, ұғып алыңдар. Бұдан былай үйге келген кісілердің көзінше ләмми деп ауыз ашпаңдар. Келіп кеткен адамдарға да сөйлемеңдер. Әйтпесе сендердің сақау екендеріңді жұрт біліп қояды да, былай шыққан соң пәленшенің қызы сақау екен деп мазақтап кетеді. Қыздары әкесінің бұл ақылын құп алып айтқанына көнеді. Бір күні бұлардың үйіне бейтаныс жолаушы келіп түседі. Қыздардың әке-шешесі бір жаққа қыдырып кеткен екен. Ақ үйдің көлеңкесінде үш қыз шүйіркесіп, жүнтітіп отырыпты. Бейтаныс жолаушы қыздарға жақындап келіп амандасады. Қыздар үндемейді. Әкелерін үйде ме деп жолаушы қыздар жұмған аузын ашпайды. Неге үндемейсіңдер? Сақаусыңдар ма, әлде тілдерің жоқ, мылқаусыңдар ма, деп шұқшияды жолаушы. Мылқау емеспіз, тіліміз бай, деп жауап береді намысқа шыл бір қызы. Ендеше неге жөндеріңді айтпайсыңдар? Әкеміз бізге бейтаныс кішінің көзінше сөйлемеңдер деп берді әлгі қыз. Сонда оны қасында отырған қыз: «Сен сөйлеп қойдың, әкеме айтамын», деп орнынан ұшып тұрыпты. Сендей сөйлешеңдер, сөйлей бендер, өзім сөйлемеймін, деп отыра беріпті үшінші қызы.